Балалық шақта мен ата мен апаның ерке қызы және мектепте озат оқушы болдым. 1989 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетті бітіргеннен кейін бастадым. Содан бері де мектепте ұстаз болып келемін. Еңбек өтілім биыл 30 жыл. Алғашқы жылдарым оқушым болған, сол айтады да маған: апай, сіз бізді мұғалім бол деп қарғаған екенсіз ғой, біз сізді кезінде әбден жылатқан едік деп күлді да, мен неге деп сұрасам, мұғалімдік жұмыс деген өте қиын екен, себебі мен қазір мұғаліммін деп айтқан болатын. Жазушы болсам, 45 минут ол шабыт кезеңі деп айтар едім. Егер мен суретші болсам, 45 минут ол шығармашылық кезең деп айтар едім. Егер мен әнші болсам, 45 минут нағыз ән айтатын кезең деп айтар едім. Сондықтан мұғалім үшін 45 минут ол алдында көздері мөлдіреп отырған жас балалардың өмірі, олардың болашағы, олардың тағдыры деп айта аламын.